Ресей 2025 жылдан бастап Байқоңырды қаржыландыруға қиналып отыр. Роскосмос келесі жылдан бастап Байқоңыр ғарыш айлағын консервациялау туралы жабық консультациялар өткізе бастады дейді Дала Инсайт дерек көзі. Роскосмос мекемелері, әсіресе маңызды болып саналатын жер серіктерін жасайтын Хроничев орталығы мен зымыран құрастыратын РКЦ Прогресс санкцияға ұшырағалы бері Ресейдің ғарыш ведомствосы ауыр қаржылық жағдайға душар болды. Барлық халықаралық тапсырыстар тоқтағандықтан, Ресей әскерилері спутниктерін Плисецк ғарыш айлағынан ұшырып жүргендіктен, Байқоңырдан Роскосмосқа шығыннан басқа ештеңе түспей отыр. Ресей онсыз да Байқоңырға барынша қысқартып, 234 нысанды Қазақстанға қайтарып берген болатын. Өзіне тек ғарыш зымыран ұшыратын инфрақұрылымды сақтап қалған. Бірақ оның өзін ұстап тұруға қажетті шығындарды жаба алмайтыны байқалады. Ресей Федерациясы 2050 жылға дейін созылған келісім бойынша Байқоңырды жалға алғаны үшін Қазақстанға жылына $115 миллион төлеп отыруы тиіс. Биыл Ресейдегі бюджет дефициті 2 триллион рубльден асатыны болжанып отыр. Ол ішкі жалпы өнімнің 1,1% болады. Роскосмостың жағдайы өте мүшкіл. Оған не мемлекет көмектесуі керек, немесе нарықтан қарыз алу тиіс. Биылдан бастап Роскосмос облигация шығару құқығына ие болады. Ол Ресей қаржы министрлігінің мекеме нарықтан өзі қарыз алсын. Біздің оған тікелей субсидия беретін жағдайымыз жоқ деген ишарасын білдіреді. Бюджетті қысқартқанда Роскосмостың ең бірінші ойланатыны Байқоңыр дейді дерек көз. Ал Роскосмос қазіргі соғыс жағдайында әскери бағдарламалардан басқа барлық бюджетті қысқартуға мәжбүр. Сондықтан келесі жылды Байқоңырдағы зымыран айлақтарының техникалық қамтылуы екіталай. Ресей Байқоңырды тек стратегиялық жағынан ғана сақтап қалуға тырыспаса, бұлайынша қазір еш практикалық қажеті жоқ. Ресей кетіп қалған жағдайда Қазақстан өз бетінше Байқоңырды тек музейге айналдыра алады. Себебі қазір біз жыл сайын ғарышқа бөліп отырған 1 миллиард теңге ештеңеге де жетпейді. Восточный әуежайын сақтап қалып, дамытып, Байқоңырды шетелдік туристер келетін культ орынға айналдыру идеясы да жаман емес. Немесе Байқоңырды кәдімгі ғарыш старт ретінде сақтап, дамыту үшін Қытай әлде Илон Маскқа жүгіну ғана қалып отыр. Дала Инсайт Роскосмостың 2024 жылғы қаржы ахуалын мониторингке алады. Бізбен бірге болыңыздар.